Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Қайта қымбаттады. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Доллар қайта қымбаттады. Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша 1 доллардың теңгеге шаққандағы бағамы өсті. Кассе қор нарығындағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 1,178 теңгеге қымбаттады. 1 ақш долларының орташа бағасы 445,199 теңге. Ресей рублінің орташа салыстырғандағы құны 5,187 теңге. Ұлттық банктың 12 мамырдағы ресми бағамы бойынша 1 долларға 444,122 теңге. Курс.кз мәліметі дәл қазір Алматының ақша айырбастау пункттерін доллардың сату бағамы 44,5 теңгеде, сатып алу бағамы 447,5 теңге екенін айтып отыр. Ал Астана қаласы бойынша сату бағамы 443,5 теңгеден, ал сатып алу құны 447,5 теңге. Ресей рублі 5,162, 5,172 теңге аралығында саудаланып жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.